Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Бүгін біздің YouTube жобамыз Kaizen жайлы. Бірінші құрметті қонағымыздың аты Асыл Хабдуллин. Ол Kaizen арсеналдың бас директоры және Kaizen тренер атағы шыққан ағамыз. Қош келдіңіз біздің бағдарламамызға. Асыл аға, жалпы Қазақстанның Kaizen қалай келді, соны айтып берсеңіз. Біріншіден қайырлы күн достар. Ғанимен бірінші проект шығарып отыр. Жарайды. Қалай келді Қазақстанға Kaizen? Біріншіден ол Россиядан келген жүйесі. Бірақ Россияда басқаша атын қойыпты, бережливое производство. Бірақ біз Қазақстанда мысалы Kaizen деп атын қойып алдық. Kaizen жүйе деп солай жүргіземіз. Неге дейсіз? Қазақстанда жалпы Kaizen деп айтамыз. Потому что Kaizen бережливое производство деген неше система бар, бірақ оның айырмашылығы бар. Потому что западный, восточный путь деген, мысалы біз сол востокты таңдаймыз. Сол үшін біз Қазақстанда именно Kaizen деп 2007-те Кастинг деген үлкен компания, білесіздер, оны бірінші солар қолданды. Жапония специалисттер келді Қазақстанға. А жалпы көбісі білімдердің бәрі Россиядан келді. Материал, білім, эксперттер біріншілер Россиядан келді. Япониядан келген эксперттер, бірақ оларға қиын болды бізде. Неге? Потому что тілдері басқа, менталитеті басқа. Солай басталды. Потом 2009-да Казатомпром соны қолданды. И ары қарай кетті ғой. Бірақ біраз тыныштады, бірақ осы 2010-да, 2011-де и как не дейді, жаңа толқын болған. 2012-де жаңа толқын болды. Сол көп Қазақстанда сол активность. Россия кірді Қазақстанда, тренерлер келді. Мысалы мен мұғалім тренер Анатолий Фисков деген сол 2010-да ма 2011-де келді. Сонымен келесі. Ол кісі әзірге дейін осы Қазақстанда ба, иә? Қазақстанда тұрып жатыр. Және ол сіздің серіктесіңіз, иә? Сол, ең бірінші мұғалім сол болды ғой, мен үйреткен. Сол кісімен біз бірінші проект мен өндіріс аймағында істегенде, сол бірінші проект соны біз орналастық. Сіздердің бірінші проектіңіз қандай болды? Мен істеген компания RG Brands деген, сонда істедім. 5 жыл бұрын сол RG Brands компанияда директор болып істедім, директор по производству. И сол істеген кезде сол проект, сол жоба болды біз. Kaizen. Біз 5S-тен бастап, 5S, TPM, обслуживание оборудования, стандартизация, смет, быстрая переналадка, картирование, бәрін өттік қой біздің линия. Сонда практика жүзінде үйрендіңіз ғой сіз? Иә, таза практически үйрендім. Өзім көрдім қалай екенін, қиыншылықтар қандай. Сұрағым бар еді, қараңыз, осы рас па? Осы Pepsi шығарған кезде олардың технология бойынша келесі өнімге ауысу үшін 12 сағат кеткен. Қазір сіздер оны 10 минутқа дейін қысқарттыңыздар, сол рас па? Иә, ол таза, ол деген переналадка болды, смет деген. Мысалы, тарих қандай? Басында сол переналадка 12 сағат емес, 5-6 сағат болған. Бір линияда, мысалы, 5-6 сағат. Ол соғылған 5-6 сағат өтті ма, и келесі смена ма, бір күн ба эффективность төмен болды. 30-40 сондай проблем болды. Настройка, корректировка сондай проблем болды. И біз сметке кірістік, и сол қаншаға жетті? 138 минут. Мен принципиально сол минут бойынша санаймын. Жігіттерге минут бойынша, сағат емес, 138 минут. И біз ойладық қалай екен, кіммен сәйкестіру болады, сравнивать. Мен іздедім, сұрадым, потом айтпақшы Москвада тура сондай завод, Pepsi, сол переналадка 2,5 сағат істеді. Одар сол мақсатына 3-4 жыл келе жатқан. А біз қанша? 3 айдың ішінде 6 сағаттан 138 минутқа жеттік. Көрсе Kaizen'ның күші осындай. Бірақ мен айтатын өте маңызды, күші қандай? Күш ол адамдардан шығады. Мен мысалы, мен оны істеген жоқпын. Бұны істегендер қарапайым жігіттер, оператор линия. Мен
мен жай содан үйреттім, мынау жігіттер мына шығындар, мынау солай істеу керек, ішкі операция, сыртқы операция, соны үйреттім да, олар ары өздері жеткізді. Сол біз ең бірінші эксперимент жасағанда олар біз қысқарттық командамен, бірақ көп емес 30%. А потом команда істеу басталды ғой. Осы кезде көп нәтижеге жеткен солар. Қарапайым жұмысшылар. Иә, қарапайым жұмысшылар, операторлар. Мен өзім сол кезде мен өзім сенген жоқпын сондай мақсатына жетеді. Көрдіңіздер, кайдзен күші қандай екен. Асылға енді қараңыз, жалпы осы Қазақстанда ірі компаниялар кайдзен қолданатын қандай компаниялар бар? Көп, мысалы Қазпошта, бәрі. Қазпошта, Қазақтелеком, КТЖ, Казатомпром, Казцинк, көбісі национальный компания, BI Group қолданады. Көп компания қазір қолданады. Ал енді шағын кішігірім компаниялар бар ма? Бар, кіші де бар, ортада бизнес бар. Мысалы қандай? Кетір аласыз ба? Қандай кіші компания? Біз қазір істейміз ритейлинговый компания Алматыда. Intel Pack деген қолданады. Үлкен емес компаниялар. Бірақ оның размермен байланысы жоқ. Қолданымшы оны тек қана производство емес, офиста қолдану болады. Мысалы, страховой бизнесте болады. Кайдзен бұл әмбебап құрал ғой, барлық жерге де қолдану болады, бәрі жерде болады. Не обязательно өндіріске, сауда-саттыққа да қолдану болады, болады. Неге дейсіз, егер біздің көріністер білетін шығындар, жеті түрі шығындар бар ғой, ол әр жерде бар. Любой профиль, любой спецификада бар. Бірақ біреу аз, біреу кем, бірақ бар. Сол шығындармен күресу керек. Ол деген кайдзен. Біреуін айтып кетсеңіз шығындар. Ол шығындар. Мысалы, қандай шығындар бар? Артық қозғалыс. Ең үлкен бізде, мысалы, артық қозғалыс. Жұмыста біз ары-бері жүреміз. Неге ол шығын деп айтады? Потому что сен, мысалы, жұмыс орның осында, а мен басқа жерде кетіп қалдым. Мен жұмысын кім істейді? Ол таза шығын. Қайда кетті, қанша жүрді, ол басқа сұрақ. Ол шығындарды, мысалы, айтып қояйын, өте маңызды білу, түсіну. Ең кайдзен эксперттер содан басталады. Бірінші сен шығындарды көресің, екіншіден инструмент қолданасың. Біздің үлкен қате, біз инструмент қолдаймыз, бірақ шығындарды көрмейміз, түсінбейміз. Асылға қараңыз, сұрағым мынандай да. Кайдзен бастамас бұрын, осы компаниялар не істеу керек? Бірақ ең сізге келеді да, олар не істеу керек? Қандайға дайын болу керек? Бірінші, неден бастау? Білімнен бастау. Білім, оқыту, оқыту бірінші бастықты үйрету керек. Бастық, басшылар, соларды білім беру керек. Екінші қадам уже жұмысшылар үйрету керек. Басшылар түсіну керек, ол құндылығын, кайдзен құндылығын түсіну керек. Ары қарай уже жұмысшыларды түсінеді. Ең қиын, көбісі айтады маған, жұмысшылармен қиын жеткізу, жоқ, жұмысшылармен қиын емес. Ең қиын басшылар, соларға жеткізу. Енді қараңыз, Асылға жалпы сұрақ, қандай осы Қазақстандағы кайдзен мен Ресейдегі кайдзен айырмашылықтары бар ма? Көп айырмашылық жоқ, мен ойынша. Жоқ. Біздікі бывший Советский Союз дейді ғой, сол менталитет бірдей. Оңтүстік, мысалы, біраз басқаша болады кайдзен. Сол менталитеттің басқа байланысты бар. А бірақ инструмент қолдануға, мен ойлаймын, қатты жоқ айырмашылық. Енді мынандай сұрақ, жалпы, мысалы, фирмаға кірген кезде сіз бірінші неге мән бересіз? Келгенде, мысалы, мен көп компания көрдім, мен шақырады, көріңіз, келіңіз. Келгенде, мен өзім производствода 20 жыл болып істедім ғой. И мен уже сразу көрінеді, сезіледі қандай жүйе жүріп жатыр. Бірінші тәртіп, мен соған қараймын. Тазалық, бар жоғын қараймын. Егер тәртіпсіз болса, уже көбісі түсінікті болады. Мысалы, кейбіреулері кайдзен эксперттер бірінші дәретханасын барып көреді. Тазалық па, таза емес па. Егер таза болмаса, ол компанияда жұмыс істеу қиын. Келісесіз ба соны? Келісемін, таза келісемін. Мен бірінші естігенім, 7 жыл бұрын айтты маған, Жапоннан келген мен мұғалімде болды, Сато-сан. Ол айтты, toilet is okay, company is okay.
мен сол кезде түсінген жоқпын не деп жатыр мынау Япониядан келген туалет туралы сөйлесіп жатыр. Бірақ ары қарай уже түсінгенде мен уже байқап жүрдім ғой туалетке. Байқап жүрсем вот рас тура сондай. Кірсең туалетті кір, сондай лас болса сондай компанияда проблема көп, реально баланс бар. Андай бір сөз бар ғой, мысалы ел болым десе бесігін түзе, үлкен компания болым десең дәріқтен түзе деген сияқты ғой. Жалпы Асыл аға, қараңыз, көбісі айтады, кайдзен ол жапондықтардікі, ол біздің менталитетке сай келмейді деген. Соларға не айтасыз? Мен ондай сұрақ мен вообще әр проектте естемін. Бізде Япония емес, неге біз басқа адамдымыз, біз үйренбейміз соған. Бірақ мен оған келіспеймін. Жоқ. Ол жүйе бәрібір, мысалы қарапайым инструменті 5S деген. Адам егер білсеңіз, сортировка, свои места, соблюдение чистоты, стандартизация, совершенствование деген бар. Неге біз оны қолданамыз? Ол үшін жапон адам болу қажет жоқ оны. Тәртіп әр адам ұстай алады. Бірақ соған келтіру керек қадам бойынша. Дұрыс айтасыз. Енді Асыл ағам, сұрағым мынандай. Жалпы осы Қазақстанда кайдзеннің болашағы туралы не айтасыз? Болашағы бар, мен оны сеземін, қазір болып жатыр ғой болашағы. Үлкен даму да бар, болады. Бірақ сол үшін кайдзен түсінетін, кайдзен сияқты ойланатын сонда адам көбейту керек. Енді Асыл аға, құрметті көрермендерімізге қандай кітап оқуға ұсыныс берер едіңіз кайдзенге байланысты? Жалпы кітаптар көп. Генба кайдзен деген кітап жақсы бар, қарапайым кітап. Содан бастаңыз. Масаки Имая, Генба кайдзен. Ары қарай есть бір кітап бар, корпоративная культура Тойота деген. Өте жақсы кітап, бәрі анық жазылған. Бірақ ең маңызды кітап ол сіздердің практика. Практика болмаса, кітап сіздерге көмектеспейді, мен точно айтамын. Бірінші инструмент оқисыңдар ма, екінші практика болу керек. Өз қолмен істеу, көру, қалай қиыншылықтар бар, сондай. Енді Асыл аға, бір соңғы сұрағым қалды. Жалпы кайдзен деген сізге ол қандай зат? Сізге кайдзен не үшін? Не үшін? Мысалы, мен уже қанша болды? 7 жыл болды ма? 8 жыл болды кайдзенмен таза істеп келе жатырмын. Бірақ менікі жыл сайын емес, бірақ уақытпен өзгереді менің зат. Бірінші мен производство өндіріс аймақта істегенде мен ойладым, кайдзен ол қазір мен аударам. Кайдзен максимальная отдача при минимальных ресурсах, ол басында болды. Қазіргі маған кайдзен это творческий потенциал человека. Сол маңызды. Енді Асыл аға, біздің осы YouTube жобамыздың бірінші сериясы уақыты келді аяқталуына. Біздің көрермендерімізге айтатын тілектеріңіз. Жақсы. Енді мен тілегім қандай достар, кайдзен жүйе, ол қалай? Бірінші біз ойлаймыз, жұмыста көмектеседі, мысалы, бірақ кайдзен сен түсінсең, құндылығын түсінсең, оны жеке өміріне қолдануға болады. Ол таза байланыс бар, сіздерге көмектеседі. Не керек болса, денсаулық, пайда, байлық, бәріне көмектеседі. Бірақ оны біріншіден түсіну керек. Рахмет сіздерге көрермендер. Біздің бірінші YouTube жобамыз ұнады деп ойлаймын. Жақсы, сау-саламатта болыңыздар. Рахмет.